Баршаңызға сәлем, сіздермен тілдеспек жоқ, басқа ақпарат құралдары айтпағанды біз айтамыз. Жақында ғана Назарбаев Конституцияға тәуелсіз Қазақстанның негізін салушы ретінде енеді деген жаңалық тараған. Алайда халық наразы болғандықтан оны алып тастаймыз деген шешім қабылданған екен. Мемлекеттік хатшы Ерлан Кариннің сөзінше, жұмыс тобы Назарбаевтың тарихи рөлі бәріне белгілі, сондықтан оны Конституцияға жеке бекітудің қажеті жоқ деп айтқан екен. Бұған дейін Конституцияны өзгерту жөніндегі жұмыс тобы Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар туралы заң жобасын әзірлеп, мәтінін жариялаған. Жобада қолданыстағы Конституцияның 91 бабы 2 тармағында Назарбаевқа айрықша статус беретін елбасы сөзі өшіріліп, оның орнына тәуелсіз Қазақстанның негізін салушы деген мәртебені қалатыны жазылған. Жұмыс тобының өкілдері бұл өзгерісті Назарбаевтың тарихи рөлін бағалау деп түсіндірген және Конституциядан елбасы статусын алынса, соған сәйкес 2000 жылы қабылданған тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңның да күші жойылатынын айтқан. Бұл заңда Назарбаевтың өзі мен отбасы мүшелерін қылмыстық жауапқа тартуға болмайтыны жазылған. Бірақ Назарбаевты Конституцияға бекітуге қарсылар 91 баптың 2 тармағынан бұрынғы президент туралы сөз сөйлемдерді түгелдей алып тастауды талап еткен. Сарапшылар қаңтар оқиғасынан соң Назарбаевтың билікке ықпалы әлсіреді, ал Тоқаевтың билігі күшейді дейді. Тоқаев өз сөздерінде Назарбаев пен оның айналасын сынға алып, Назарбаевтың жақындарын қызметтен алған. Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева мәжілістегі депутаттық мандатын тапсырып берген. Экс-президенттің немере інісі Қайрат Сатыбалды мен Назарбаевтар әулетінің құдасы Қайрат Боранбаев ақша жымқыру айыбымен қамауға алынған. Назарбаев билік құрған 29 жылда оның қыздары мен айналасындағы жақындары елдегі ең бай адамға айналды. Оның қыздары мен күйеу балалары, жақындарының шетелдегі үйлер мен офшордағы есеп шоттары барлығы анықталған. Тағы да бір жаңалық, Тоқаев 95 жылдан бері өтпеген референдум өткіземін деп жар салды. Конституцияға түзетулер енгізуді парламент қарайды деп ойлаған едік. Бұл қолданыстағы заңнамада орныққан рәсімнің бірі. Алайда алдағы ауқымды әрі маңызды өзгерістер ел болашағына айрықша әсер етеді. Сондықтан мен ата заңға өзгерістер мен толықтырулар жөніндегі республикалық референдум өткізуді ұсынамын депті. Жалпы референдум деген не? Референдум мемлекет үшін маңызы бар қандайда шешім қабылдардағы жалпыұлттық дауыс беру. Мысалы, жақында ғана Украина президенті Владимир Зеленский Ресеймен қандайда келісім шартқа баруды мен өзім шеше алмаймын, референдум жасап халықтан сұрау керек деген. Дамыған елдерде жиі өткізілетін бұл шара Қазақстанда соңғы рет 27 жыл бұрын 95 жылы өткен. Ол кезде Қазақстан Конституциясы қабылданған еді. Айтпақшы, Сенат референдум туралы заң жобасына жаңа нормалар енгізді. Бұған дейін референдумда тұңғыш президент статусы туралы сөз қозғауға болмайтын еді. Ал енді бұл мәселе талқылауға болатын тақырыптардың бірі болуы мүмкін. Астананың атауын өзгерткенде референдум өтпеді. Жаңа облыстарды құрғанда өтпеді. Атауларында өздері бере салды. Конституцияға да халықтан сұрамай 1100 өзгертуді енгізе салған. Енді бізден не сұрамақсыңдар? Қаңтар оқиғасында бейбіт адамдарға оқ атқан әскерилер әлі жауапқа тартылмаған. Қазақстан азаматы ретінде өтірік референдум өткізіп ақша құртудың орнына әділетті тергеу жасап, бейбіт халыққа оқ атқандарды жауапқа тартуды талап етемін. Тоқаев қаңтар оқиғасынан сабақ алуымыз керек деді. Билік сабақ алу керек пе, халық па? Мұны нақтыламады. Десе де 200-ден астам қырылған бейбіт халықтың өліміне әлі ешкім жауап бермеді. Шын мәнінде біз мемлекеттілігімізді жоғалтып ала жаздадық. Халқымыз қаңтар қасіретінен сабақ ала білу керек. Енді ондай жағдай қайталанбау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тиіспіз дейді. Еске салсақ, қаңтар оқиғасы кезінде әскерилер бейбіт халыққа оқ жаудырды дейтін куәгер көп. Ішкі істер министрлігі қаңтардың 7-сі күні Талдықорғанда Қайрат Нұрғалиев пен Андрей Карпиленконы әскерилер атқанын мойындаған. Олар билігін асыра пайдалану бабы бойынша әрекет еткен. Қаңтардың 8-і 15 жастағы баласымен көлікте кетіп бара жатқан оққа ұшқан ерлі зайыпты Нұрболат Сейітқұлов пен Алтынай Етаеваның туыстары да министрліктен осындай хабар алған. Ал қорғаныс министрлігі бұл екі жағдай бойынша әскерилердің жауапқа тартылмағанын айтады. Жалпы бұл екі жағдай ғана емес, барлық оқиғаның ашық тергеліп жатқанына күмән бар. Оған қоса, қаңтар кезінде 40-қа жуық журналист ұсталып жараланған.
3 мамыр баспасөз еркіндігі мерекесі. Шекарасы тілшілер ұйымының былтырғы дерегі бойынша Қазақстан баспасөз еркіндігі рейтингінде 180 елдің ішінде 122 орында екен. Тоқаев сондай-ақ Қапшағай қаласына Қонаев есімін беру туралы жарлыққа қол қойды. Одан басқа 3 жаңа облыс Абай, Жетісу және Ұлытау облыстары құрылады екен. Ол туралы да ешкім халықтың ойын сұрамады. Жаңа ескі Қазақстанның тағы да бір көрінісі деп осыны айтты. Бір жағынан Тоқаев жаңа Қазақстан деп жар салып жатса, екінші жағынан ескі Қазақстанның ешқайда кетпегенін көріп жүрміз. Мәселен, белсенділердің қудалануы. Күні кеше Алматы соты Жанболат Мамайдың әйелі белсенді Инга Иманбайға 30 әйегі көлемінде, яғни 91 мың теңге айыппұл салды. Белсенді соттан кейін айтқан пікірінде бұған келіспейтінін айтады. Әрине, сот шешіммен келіспеймін. Мұны маған Жанболат Мамайға Демпартияға жасалған қысым деп бағалаймын. Бұл 7 мамыр күнгі митинг қарсаңындағы қорқыту әрекеті деп санаймын. Жанболат Мамайдың 2 айға қамалғаны белгілі. Инга күйеуіне кіріп шыққанда ұсталған дейді. Жанболатқа кіріп шыққан соң мекеме алдында 3 көлікпен оң шақты полиция күтіп тұрды. Хаттаманы көрсетіп көлікке отыруымды сұрады. Адвокатымен барамын дегеніме көнбей, мені қауіпті қылмыскер сияқты Алмалы аудандық полиция басқармасына алып келді. Белсенді не үшін ұсталды? 4 сәуір күні сот Жанболат Мамайды босатуы керек еді. Біз Жанболатты күтіп алуға бардық, бірақ шығармаған соң сол жерде босатуын талап еттік. Акцияны әкімдікке ескертетіндей, біз оны шығармайтын қайдан білеміз дейді ол. Ескі Қазақстанның тағы бір дәлелі жалақы мәселесін көтеріп мардымды жауап ала алмай жүрген жұмысшылар. Жалақы мәселесін көтерген кезбей жұмысшылары Жаңаөзеннен Астанаға барған. Есіңізде болса, 2009-2011 жылдары Жаңаөзен жұмысшылары дәл солай Астанаға барып жүрген болатын. Ал енді олар өздеріне тең жалақы беруді талап етіп, 4 мамырда энергетика министрлігіне, бас прокуратура мен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына барған. Мұнайшылардың бірі татуласу комиссиясы арбитраждық келісімдер өткеніне қарамастан талаптары орындаусыз қалғанын айтады. Ал 3 мамырда ереуілге қатысқан 21 мұнайшысын жұмыс беруші сотқа беріп, сот ереуілді заңсыз деп таныған соң оларды жұмыстан шығарған. Жұмысшылардың сөзінше, сәрсенбі күні энергетика министрлігінің өкілдері олардың талаптарын тыңдап, біраз уақыт беруді ұсынды. Талаптар орындалмаса, Жаңаөзендегі өзге мекеме жұмысшылары да Астанаға келуі мүмкін. Бюджет жалақы демекші, бюджеттен осыншама қаражат бөлінді, табыс тапты, бәз біреу жымқырды деген жиі естиміз. Әлбетте, соңғысын естімесек жақсы болар еді. Бірақ осы бюджетке ақша қайдан келеді және ол ақша қайда жұмсалады? Биылғы бюджет туралы Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы тамаша инфографика дайындапты. Бюджет кірісінің негізгі көзі салық. 2022 жылғы бірінші 3 айда бюджет кірісі 6 триллион теңге болған. Оның 77% немесе 4,5 триллион теңгесі салықтан келіп түскен. Бұл былтырғы осы кезеңге қарағанда 2 есе көп. Салықтың өсуіне мұнай экспортының кедендік баж салығы, ішкі өнімдер қосылған құн салығы мен корпоративтік табыс салығының өсуі әсер еткен. Ең көп салық 2,5 триллион теңге республикалық бюджетке түскен. Оның 90% мұнай экспортының кедендік бажы салығынан 212 миллиард теңге, ішкі өнімге қосылған құн салығынан 400 миллиард теңге, корпоративтік табыс салығы 500 миллиард теңге. Ал шығындар қандай? Әсіресе ең көп шығын әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз етуге 67 миллиард теңге, білімге 192 миллиард теңге, ал қарыз өтеуге 559 миллиард теңге жұмсалған. Сондықтан бюджет өскенімен бюджеттің тапшылығы әлі де бар, оны қаржыландыру үшін біздің ел 0,17 триллион теңге қарыз алған. Бюджеттегі көп қаражат салықтан түсетінін көріп отырсыз. Енді мемлекеттік қызметкерлер мұны жөн жосықсыз жұмсамаған көрсеңіз, не күмәніңіз болса, бұл ақшаның жөнін сұрауға толықтай құқылы екеніңізді ұмытпаңыздар. Мәселен, біраз уақыт бұрын мемлекеттік сатып алулар сайтында Шу ауданының ішкі саясат бөлімінен жадысы 516 гигабайт болатын iPhone 13 Pro жаңа смартфон сатып алу туралы лот пайда болыпты. Бұған бастапқыда 800 мың теңге жұмсау жоспарланған екен. Алайда дүкен бұдан да аз сома ұсынып, смартфонды Шу ауданы әкімдігіне 700 мың теңгеге сатпақшы болған. Бұл не нарықтағы ең қымбат телефондардың бірі екендігін ескерсек, әкімдік мол телефонды қайтеді. Қумаш KZ-тегі әріптестеріміздің анықтауынша әкімдік бұл телефонмен әлеуметтік желілерге видео түсіріп өңдемек болған.
Халық салығынан құралған бюджет қаражатына осыншама қымбат телефон алудың қандай жөні бар? Бұдан арзан телефондарға видео түсіріп, әлеуметтік желі жүргізуге болмас па екен? Шу әкімдігінен сұраңыздар. Бұдан бөлек алматылықтар қаланың онлайн жарнамасы үшін $400 000 астам қаржы төлемек. Алматы туризм басқармасының видео жарнамасында төлейтін ақшасы 188 миллион теңге. Бұл қаражатқа олар шетелдегі әлеуметтік желілері мен интернет платформаларында жарнама орнатып, қала мен визит Алматы туралы минуттық видеоларды көрсетпекші. Мұндай жөн жозықсыз сатып алулардың көп екенін ескерсек, бюджет қаражаты оңды-солды жұмсалып жатыр. Ең бастысы, мұндай жаңалықтарды оқып, естігенде бей-жай қарамаңыз. Ақпаратты барынша таратып, көп адамның көруіне атсалысыңыз. Ал бүгінге соңғы жаңалық, жақында жеңілдетілген автонесие бағдарламасы іске қосылды. Министрлік мамырдың 6-сы күні өнеркәсіпті дамыту қорына қаражат жіберіп, банктермен келісімшарт жұмсалады екен. Министрлік мамырдың 6-сы күні өнеркәсіп даму қорына қаражат жіберіп, банктермен келісімшарт жасайды екен. Бұл 3 күн уақыт алады. Келесі аптадан бастап бұл механизм іске қосылу керек. Еске салсақ, несие шарттары мынандай. Біріншіден, қаржыландыру мерзімі 7 жылға дейін, екіншіден, алғашқы жарна 0%-дан, көліктің құны 15 миллионға дейін болуы керек. Автокөлік алатын болсаңыздар, бізге хабар беріңіздер. Бүгінге осы. Бұл жаңалықтар туралы өз ойыңызды пікірге жазып кетіңіз. Шығарылым ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта көріскенше сау болыңыздар.